Назарларыңызға бүгінгі күннің басты жаңалықтарын ұсынамыз. Президент біргеміз атты республикалық волонтерлар фронт офисінің ашылу рәсіміне қатысты. Қасым-Жомарт Тоқаев волонтерлік жобаларды үйлестіретін әрі волонтерлікті бүкіл еліміз бойынша оқытып насихаттайтын фронт офистің жұмысымен танысты. Сондай-ақ мемлекет басшысына Казволонтер KZ онлайн платформасы көрсетілді. Сонымен қатар президент Қазақстандағы волонтерлар қозғалысының құрметті елшісі атанды. Ұжымдық қауіпсіздік туралы шартқа өзгерістер енгізілді. Парламент мәжілісінің жалпы отырысында 1992 жылғы 15 мамырдағы ұжымдық қауіпсіздік туралы шартқа өзгерістер енгізу туралы екінші хаттаманы ратификациялау туралы заң жобасы мақұлданды. Аталған заң жобасын депутаттар назарына сыртқы істер министрі Мұхтар Тілеуберді ұсынды. Оның айтуынша бұл хаттама 2018 жылғы 8 қарашада Астана қаласында жасалды. Асқар Мамин Шымкент қаласын дамыту мәселелері жөнінде кеңес өткізді. Үкімет басшысы өзекті әлеуметтік экономикалық мәселелер мен қала тұрғындарының тұрмыс сапасын арттыру мәселелерін уақытылы шешудің, сондай-ақ ТМД-ның мәдени астанасы жылы аясында жоспарланған барлық іс-шараларды жоғары деңгейде өткізудің маңыздылығын атап өтті. Ұлы Абайдың 175 жылдық мерейтойы Түркияда салтанатты түрде ашылды. Түркияның астанасы Анкара қаласында Қазақстанның Түркиядағы елшілігі, мәдениет және спорт министрлігі, Түркияның мәдениет министрлігі, сондай-ақ ТРТ Аваз телеарнасының қолдауымен және Түрксой ұйымының ұйымдастыруымен Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойының Түркиядағы ашылу салтанаты өтті. Елімізде жеңіл өнеркәсіп саласында өндіріс көлемі өсті. 2020 жылдың қаңтар айында еліміздің жеңіл өнеркәсібі саласындағы өндіріс көлемі 8,7% өсті. Оның ішінде тоқыма бұйымдары өндірісінде 8,7%, киім-кешек өндірісінде 5,2%, сондай-ақ былғары және оған жататын өнімдер өндірісінде 5,9% өсім көрсетті. Бақытты отбасы бағдарламасымен биыл 300 сертификат беріледі. Маңғыстау облысында Бақытты отбасы бағдарламасы аясында былтыр 231 пәтер берілді. Оның ішінде көпбалалы отбасылар 111, толық емес отбасылар 84, мүгедек балаларды тәрбиелеп отырған отбасылар 36-ны құрап отыр. Сондай-ақ аз қамтылған отбасыларға 21 тұрғын үй сертификаты берілді. Режеп Ердоған мен Владимир Путин телефон арқылы сөйлесті. Президенттік аппарат жанындағы коммуникация басқармасының хабарламасына қарағанда, телефон әңгімесінде екі басшы Ливия тақырыбына және екі ел қатынастарына тоқталған. Түркия президенті Ердоған мен Ресей президенті Путин Сирия дағдарысының шешімі үшін Астана үрдісі шеңберінде жақын ынтымақтастықты жалғастыру тақырыбында келісті. Жетібай Жаңаөзен автожолы жаңғыртылды. 158 шақырымды құрайтын республикалық маңыздағы автокөлік жолдарын қайта жаңарту жұмыстары өз мерзімінде сәйкес аяқталып келеді. Атап айтсақ, 85 шақырымдық Бейнеу-Ақжігіт Өзбекстан шекарасы трассасы мен Жетібай Жаңаөзен бағытындағы 73 шақырым жол жаңаша келбетке енді. Жаңғырту жұмыстары биыл аяқталады. Қалдық су Балқаш көліне құйылуы мүмкін. Егемен Қазақстан газетінің Қарағанды облысындағы қосынына Балқаш қаласының тұрғынынан WhatsApp желісі арқылы апатты жағдайда таспаға тартқан бейне көрініс келіп түсті. Онда жергілікті азамат қала сыртындағы құбырдың жарылып, одан аққан зәр-нәжістік судың Алматы-Қарағанды күре жолының бойына жайылып жатқанын, айналаны мүңкіген жағымсыз иістің алып кеткенін хабарлайды. Айтушының сөзіне қарағанда, оқиға ақпан айының 10 күні болған. Біз жағдайдың алдағы уақытта қалай өрбейтінін бақылауда ұстайтын боламыз. Директорлардың мәселесі өте қиын. Қазақстан телеарнасындағы ашық алаң бағдарламасында білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов директорлардың мәселесі өте қиын екенін айтты. Оның айтуынша, енді олардың да жалақысы 2 есе өсетін болады. Сонымен қатар директорларды категорияға бөлінеді. Жұмыскер құқығын бұзғандарға шара қолданылды. 2020 жылдың қаңтарында мемлекеттік еңбек инспекторлары республиканың 69 кәсіпорнында 2,13 мың жұмыскер алдында жалақы бойынша 342 миллион теңгеден аса қарыз бар екенін анықтады. Аталған кәсіпорындардың жетекшілеріне орындалуға міндетті 33 нұсқама беріліп, 4 миллион теңгеден астам сомаға айыппұл салынды. Елордада алдағы 5 жыл ішінде 50 мектеп салынады. 2020 жылы елордада өткен жылмен салыстырғанда 2 есе көп мектеп салынады.
Биыл 10 мың орындық 12 мектепті пайдалануға беру мен 12 мыңдық орындық 8 мектептің құрылысын бастау жоспарланып отыр. Бұл туралы Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі хабарлады. Шегіртке зиянкестерімен күрес бойынша жұмыстар басталды. Зиянкестердің түрлерімен күресу үшін республикалық бюджеттен 1 миллиард теңге қаражат бөлінді. Аталған қаражат барлық болжамдалған алқапқа, пестицидтерді және химиялық өңдеулер жөніндегі қызмет көрсетулерді сатып алуға мүмкіндік береді. Орталық қоймада жалпы алаңы 525,13 мың гектар алқапқа шегіртке тектес зиянкестермен күресу үшін пестицидтердің 47,15 мың литр қоры бар. Барыс хоккейшілері автомобилист командасын жеңді. Елордалық Барыс құрлықтық хоккей лигасындағы кезекті кездесуінде Ресейдің автомобилист командасын қабылдады. Барыс қарсыласынан 4-2 есебімен басым түсті. 4 спортшы құрамадан қуылды. Ұлттық олимпиадалық комитетінің хабарлауынша тәртіпсіздігіне байланысты Антон Пантов 4 жылға, Тимур Куц, Владислав Витенко және Роман Еремин 1 жылға спорттан аластатылды. Олар енді биатлоннан өтетін республикалық және халықаралық жарыстарға қатыса алмайды. Осы және өзге де жаңалықтарды толығырақ Егемен Қазақстан газетінің бүгінгі санынан немесе egemen.kz сайтынан оқи аласыздар.